Сәлем, Семіргедегі Teach және жоқ авторы мен Сұраған Дәуіт. Бүгін GE әліппесі дегенмен өткен жылы роған бар еді. Сонымен 2-3 видео түсірдім, қалып кетті. Соны жалғастыратын боламыз. Бүгін мен тақырып чат-боттар туралы болады. Яғни чат-боттар дегеніміз не, соны түсіндіріп берейін. Ол қайдан бізде пайда болды? Қараңыздар, OpenAI деген бізде компания болған еді. Ол бізде OpenAI деген компания үлкен бір өнім жасап шықты. Бізде бұрын компьютерде сөйлесетін еді ғой мәтінді. Сол бойынша үлкен бір интерфейс жасады. Оны ChatGPT деп аталды. Яғни ChatGPT деген не екенін түсіндіріп берейін. Бізде көбісі түсінбейді. Міне қарапайым мысал келтірейін. Бізде достарыңыз бар, WhatsApp'та отырасыз. Сол WhatsApp'та отырған кезде сіз оған не жазасыз? Әрине, сіз оған мәтінден жазасыз. Сәлем, қалайсың? Менде осындай мәселе бар. Ақша бар ма, қарыз бар ма? Қарызымды қайтар деген сияқты неше түрлі сөздерді жазасыз. Міне мәтінді қолданыңыз, дұрыс. Келесі болмай жатса, сәлем, мынау есеп шықпай тұр еді, қалай шығарсам болады деп апайыңызға жазасыз. Сосын барасыз да видеоға түсіресіз, міне фотоға түсіресіз, айтасыз, мынау не, мен түсінбей тұрмын дейсіз. Сосын ол барады да сізге аударып береді. Мысалы қытайша бір танысыңыз бар, қытайша білетін. Сосын барасыз да видео түсіресіз. Мен мына жақта жүрмін, не көріп тұрсың деп білмеймін. Сондай бір видео жібересіз, болды. Сосын бірден звонок бар мұнда. Өз барасыз да досыңызға звондайсыз, алло, сәлем. Дәл сол сияқты ода бір айналып тұрған бір ештеңе жоқ, ода магия деп түсінеді, магия емес. Сосын бізде қазір медицина саласы, сосын заң бойынша жауап бермейді, оны алып тастады. Оған бір себеп бар, себебі бұл бізде ChatGPT деген, ол жалпы тілдік модель деген, ол бізде сізге күшті керемет жауаптар береді, бірақ ол гадалка дейді, гадать етіп отырады. Иә, оны күшті бір қыз істеп тастаған, өте бір ақылды жүйе жасаған, біздің адам ойланған сияқты соған ұқсас жасаған. Бірақ та оның өзі өте, мен ChatGPT-ді былай ойлаймын да, ол өте бір жақсы адам сияқты. Сізге жоқ дей алмайды, ешқашанда жоқ дей алмайды. Сізге әрқашанда көмектесуге, яғни ол helpful assistant дейді, сізге әрқашан көмектескісі келіп тұрады. Сол себептен де сізге бір жауап әйтеуір береді. Галлюцинация деген бар, ол да бір алжып кетеді дейді ғой қазақша. Алжып болады ғой, сізде өте бір үлкен ақпарат болып кеткен кезде барасыз да бір болмайтын нәрсе айтып жібересіз. Дәл сол сияқты бізде де болады. Сол себептен де сіз бұны қолданған кезде ары қарай өзіңіз түсіне бастайсыз. Ең бастысы қолданып көру керек. Сосын келесі екінші бір тағы да бір нәрсе айтып өтті, осы ChatGPT-ге байланысты. Көбісі ойлайды, барда ChatGPT саған бәрін істеп береді, осыған видеода істейді, осыған анада істейді, мынаны істейді. Жоқ, өтініш, ондай нәрсе магия деп көрмеңіздерші. ChatGPT бізде барлығын істейді деген сөз емес. Иә, ол универсал, бірақ та ол видео жасайды, ананы жасайды, мынаны жасайды емес. Қолданып көріңіздер, сосын барып айтыңыздар. Түсінікті ма? Сосын да қойыңыздар, ондай бір өтіп бір нәрсе ақпараттар. Сосын тағы да бір не бар, ол ағылшын тілінде қатты жұмыс жасайды, күшті жұмыс жасайды. Иә, бізде ағылшын тілі негізгі тіл, бірақ та ұмытпаңыздар, бізде тілдік модель 4O деген модель болды. 2024 жылы мамыр айында сол уақытта шықты. Ол кезде қазақ тілі керемет болды. Одан бастап қазақ тілінде қазіргі біздің барлық айтып жүрген чат-боттар, тілдік модельдер бәрі қазақша жақсы болып кетті. Ол өте керемет нәрсе. Яғни сізге ағылшын тілін қолданып керек емес, қазақша да жаза берсеңіз болады. Я кейбір кезде қазақша жазбау керек. Ол сол кезде промпт өзгертесіз, ол түсінікті. Енді түсіндіріп өтейін, сізге қалай қазақша әрқашанда жауап алу керек. Ол үшін сізге жаңа интерфейс бар ғой. Мұнда сол жағына кіріп, өзіңіздің негізі басыңыз, мұнда настройки деген бар. Настройки кіріп, мұнда акцент, язык деген бар, русский, соны қазақшаға аудара салыңыз. Қазақ тілі деген бар, соған аударыңыз, болды. Сізде қазір системаның барлығы қазақша аударады. Міне. Сүңгіге дайынсың ба дейді. Дайынбыз. Мұнда қазір мен барын жауап беріп қойғам, соны көрсетейін. Шет жақта сізде тарих тұрады, чаттарыңыздың осылай сөйлескен. Сосын мұнда жауаптар аласыз, оқисыз. Міне, сәлем, қалайсың, жағдайың қалай? Сәлем, жақсы, рахмет, өзің жағдайың қалай? Болды. Өте күрделі сұраққа ойланып жауап берші дейді. Міне, ойлану түрін көрейік. Мұнда ойланған, ағылшынша айтқан. Мұнда жауап айтыпты, маған қазақша жазып отыр, яғни мен қазақша жауап беру керек. Яғни бізде аударма жасайды деген сияқты өте көп ақпараттар бар. ChatGPT мысалы ол бірінші ағылшынша ойланады, одан кейін барады да қазақша жауап беру екенін түсінеді, сізге қазақша жауаптар береді. Сол себептен де ұмытыңыздар, қазақша жасамайды деген сияқты. Қазақша барлық модельдер қазір жақсы
өте қатты жақсы жұмыс жасайды. Келесі бізде басқа айтатын келесі персонализация деген бар, жекелендіруге кіресіз де нақты бізге нұсқауларды көрсетсеңіз болады, лақап атыңызды айтсаңыз болады. Мысалы мен Дәке деймін, тағы лақап атым. Кәсіп түрі мысалы мен мұғалім деймін, математика, сосын нұсқау қосымша әрекет стиль және оның бойынша нақты жауап бер. Дерек көздерді, мысалы дерек көздерді көрсетіп отыр. Сол сақтауды бастадық, кеттік, болды. Енді келесі тағы түсіндіріп кетейін, бізде қанша минут сөйлеп отырмын. Келесі ChatGPT-дің негізгі бізде жасалу жолы, бұрында ең бірінші алғаш шығып жатқан кезде айтқан болатын, бұл бізде негізгі ChatGPT ол бізде код жазуға арналған, сосын мәтіндік тақырыптарда өте күшті жауап береді, күшті тест тапсырады деп. Сосын мәселе бар, ол математикаға байланысты. Білесіздер, математикада өте үлкен күрделі логика керек, кәдімгідей ойлана алу керек. Сол себептен де бір қызық нәрсе түседі да, бізде ChatGPT бізде қаншалықты интеллект деп, искусственный интеллект деген бізде қаншалықты интеллект деп ойлана алады деген сияқты. Сол себептен де айтадым, бізде ол тілдік модель, сол себептен де математикаға бір кішкене күрделі. Ары қарай дамытып жатыр, математика көмектеседі деп. Сол айтайын деген, тілдік модель болғандықтан ол бізде мәтіндік, сондай тілдік пәндерге өте қатты жақсы жақын. Сол айтайын деген. Ограничение, ойлану, сурет жаса, оқу және үйрену, тағы да іздеу. Мен енді интернет туралы айтып өткеш, интернеттен ақпарат іздеген кезде білмеймін, бізде бір түрлі барады, сізге сәлем деп қайтадан бізде жаңа бір басталып кеткен сияқты. Сол себептен де сонда байқап отырыңыздар өздеріңіз. Файл жүктеуге болады, сурет жүктеуге болады, сурет жасауға болады, сосын интернеттен іздеуге болады, терең зерттеу деген бар, ойлану деген бар, түрлі режим бар. Соларды басып көріп, шұқылап, былайша метод тыкания дейді, шұқылап, бала бір нәрсені үйренген кезде бұзып сындырады ғой, көреді ғой. Дәл сол сияқты сіздерде қолданып көрсеңіздер үйреніп кетесіздер. Басқа айтатын бір ғана нәрсе, қолданыңыздар, көріңіздер, жасап көріңіздер, болды. Басқа ештеңе емес. Практика керек, тек қана. Сосын өзіңіздің, бізде оны промпт инженеринг дейді, оны бір қатты күрделену керек емес, оқып, жай ғана қолданып көріңіздер. Сосын сіздерде өзіңіздің промпт инженерингіңізді тауып аласыздар. Жақсы, келесі видеода кездескенше, сіздерге болған Дәке дейді, сау болыңыздар.